Армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан, Алаш Аландар қозғалысынан. Бүгін енді қазақта үлкен туындап тұрған олына өзіміздің қазақ тіл мәселесін қозғап өтсем. Бұл жерде енді әр ұлтты Құдай жаратқаннан кейін әр ұлтқа өз тілін береді. Қандай мал болмасын, жәндік болмасын, әйтеуір өз тілінде, тек қана өз тілінде ғана сөйлейді. Мына енді әлемде ең бай тілдердің бірі бұл өзіміздің ана тіліміз қазақ тілінде 2,5 миллион сөз бар екен. Енді өте бай, өте әдемі тілдердің бірі дүниежүзінде. Сол енді осы 30 жылдық тәуелсіздік алсақ та, сол жәудіреп, сол әйтеуір жанымыздағы көрші орыс мемлекетіне қарап, соның автономия сияқты әлі күнге шейін сол орыс тілінде сайрап жүрміз. Қазақстанда тұратын 90% қазақ орыс тілінде біледі. Ал енді осы жерде туып өскен орыс болсын, басқа ұлттар болсын, көп енді мына орыстардың бір 90% қазақша білмейтін шығар. Енді өте дұрыс емес нәрсе. Өз басым солай ойлаймын. Қандай мемлекет болмасын. Ол жерде енді мен Ресейге барып, өз қазақ болып тұра, сол жерде тұрып, мен барып ол Ресейдің магазиніне кіріп, дүкеніне кіріп, мен ол сатушыдан қазақша талап етпеймін ғой, жаңағы мен қазақша сөйлеп, неге қазақша сөйлемейсің деп оған. Қазақша маған осындай заттар бер деп. Ол енді ондай іс-әрекет еш жерде, осы Қазақстаннан басқа еш жерде жоқ шығар. Сол енді айтатын әлі күнге шейін неге біз жәудіреп, сол енді көрші орыс мемлекетіне қарап отырмыз енді. Енді өз басым оны дұрыс емес деп ойлаймын. Осы жерде туып өскеннен кейін қанша ұлтты біздің аталарымыз аман есен сақтап қалды. Көптеген ұлттар біздің аталарымыздың арқасында осы жерде тірі жүр. Біздің енді жерімізде тұрып жатып, біздің жаңағы жерде өскен тағамдарымызды жеп отырып, осы жерде осы ұлттың тілін білмесе, енді ол сыйламағандық деп білемін өз басым. Өз басым қазақ бола тұра, қай мемлекетке барсам да, сол мемлекеттің, уақытша барсам да, сол мемлекеттің тілін үйренуге тырысам. Басқа да қазақтар солай ойлаймын жаңағы. Әйтеуір бірдеме алып тырысып, сол ұлттың жаңағы тілінде сөйлеуге тырысады. Барлық жерде енді ол дұрыс, солай болу да керек, солай болады да. Ал енді біз өз мемлекетімізде бола тұра, біз енді 10 қазақ тұрсақ та, бір орыс келсе, бәріміз шүлдірлеп орысша сөйлейміз. Ол нені білдіреді? Біз енді өзіміздің халқымызды сыйламайтынын білдіреді. Әлемде көптеген ұлттар тілінен айырылғаннан кейін ол ұлттар жойылады. Сол үшін ең бірінші қазақ боламыз десек, өз ана тілімізді сақтап қалуымыз керек. Сыйлауымыз керек, дәстүрлі мадақтап, үлкен деңгейге шейін көтеруіміз керек өз ана тілімізді. Енді өзімізде әрқайсымыз енді мына 70 жыл бойы, одан кейін 30 жыл бойы да жаңағы көптеген қазақтар орысша сөйлейді. Енді ол өзімізде орыс класын бітірдік. Таныстарымыз да орыс болды, бірақ ыңғай келгенше қазақ пен қазақтың арасында қазақша сөйлеп, басқаларына да жаңағы үйретуге кішкене ықпал жасаймыз. Сол үшін құрметті билік басында отырған ағаларымызға айтып кететінім енді. Бәрі өздеріңізге байланысты. Сіздер қазақша сөйлейтін болсаңыздар, көптеген ұлттар қазақша сөйлей бастайды. Басқа ұлттар қазақ тілінде сөйлеп отқан басқа ұлттың азаматтарын біз әрқашанда жақын тартамыз, өзімізге бауыр тартамыз. Бізге таң болып көрінеді да, басқа ұлт біздің ана тілімізде сөйлеп отса, бізге үлкен бір жаңағы сүйіспеншілікпен қараймыз, мақтанышпен қараймыз. Ол орыс болсын, басқа ұлты болсын, бізге кішкене
ана тілімізде сөйлеп тұрғаннан кейін ол бізге жақын болады. Біз енді ұлтаралық қақтығыс, басқа да іс-әрекеттерге біз одан аулақпыз. Біз өте қонақжайлы халықпыз. Сол үшін басқа ұлттарға айтатын құрметті қазақстандықтар, осы жерде тұрғаннан кейін, осы жердегі де сыйлайтын болсаңыздар, осы жерде тұратын болсаңыздар, біздің ана тілімізде үйреніңіздер. Сіз қазақша білсеңіз, бізге бір 10 шақты қадам жақын боласыз. Әр қазаққа бауыр боласыз. Істеп жүрген жұмыстарыңызға да, басқа да жерлерге де өте жаңағы оңай болады. Тек қана сіздерге ол қазақ тілін білген Қазақстанда ол тек қана сізге үлкен жаңағы жемісін алып келеді, жақсылығын алып келеді. Қазақтың рухын түсінесіздер. Сол үшін бәрін айтарым енді, ыңғай келгенше өз ана тілімізді қастерлейік, биік шыңдарға көтерейік. Ыңғай келгенше қазақпен қазақша сөйлесейік. Сол бауырлар, рахмет, аман болайық, бар болайық, ана тілімізді үлкен биік шыңдарға көтере берейік.